Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қала құймағын жасау рецептімен бөлісемін. Екі жүз 50 мл сүттің үстіне 50 мл қайнаған су қосамыз. Үстіне 1,5 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Үш жұмыртқа қосамыз. Жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Және 125 грамм ұнды біртіндеп қосып араластырамыз. Екі ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Және ең соңында 50 мл қайнаған су қосып араластырамыз. Құймақтарды пісіреміз. Кремін жасау үшін 100 грамм сүзбелі ірімшіктің үстіне 90 грамм қоюландырылған сүт қосамыз. Алпыс грамм 33% кілегейді құйып, массамыз қою болғанша араластырамыз.
шамамен 30 грамм мұздатылған құлпынайды бөліп дайындаймыз. Құлпынайдың орнына тұсапты да қолдануға болады. Ыдысқа құймақты салып, үстінен 2 шай қасық нутелла саламыз. Қасына құлпынай қосамыз. Құймағымыздың шетін қайырып, үстіне кремді салып, өз қалауымызға сәйкес безендіреміз. Құймағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер десерт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.